Құндылығы жағынан тастан сүйектен жасалған жәдігерлерден кем түспейтін Ботай мәдениетінің басты жәдігерлерінің бірі қыш құмыралар. Қыш құмыралар біздің заманымызға дейінгі 4-3 мыңжылдықта Ботай мәдениетінде қолданған жәдігерлер. Қыш ыдыс жасау үшін сазды негіз ретінде қолданды және ыдыстың қабырғаларын нығайту үшін құмтас, балық қабыршықтарын және құстардың үрпектерін қосты. Содан кейін жануарлардың сүйектерінен жасалған қалыпшалар көмегімен балық, шырша, қадамдау стилінде ою-өрнекпен өрнектелген. Ою-өрнектер негізінен үлкен қадам, тар қадам жолымен өрнектелген. Қыш құмыралардың ішкі бетінде көптеген жіп іздерінің ою-өрнектері бар. Яғни бұл Ботай мәдениетінде жіп иіру тоқыма шаруашылығының болғанын дәлелдейді. Қыш құмыраның сыртқы бөлігінде әртүрлі ою-өрнек стилінен бөлек геометриялық стиль, яғни көбінесе үшбұрыштар, ромбтық қатарлар, көлденең шұңқырлар кездеседі.